1, 2, 3, бойға жинап күш, жаттығу жасап алайық, бір дем алып қалайық. Достар, мына табиғаты тамылжыған ормандағы құстардың ғажайып үні жаныңды жадыратады екен. Керемет. Я, маған да ұнады. Қалада қапырық ауада қысылып-ақ жүрген екенбіз. Таза ауаның самалын айтсаңдаршы. Сұлу дала, менің сүйген еркемсің. Жаным сенен жаратылған өлкемсің. Қандай жақсы қазақ болып туғаным. О, туған жер, тамашасың, көркемсің. Табиғат, адам баласын дүниеге келтіріп, бойындағы бар махаббат мейірімін, күн шуағын, жүрегіне ұялатқан аяулы анамыздай ғой. Біздің өңірде бабаларымыз көзінің қарашығындай етіп қорғап, сақтап келген әулие бұлақ, әулие ағаш, әулие тас деп аталатын керемет орындарға бай өлке. Сондай-ақ жақсылықтың жаршысы деп құстарды атпауды, бақыттың бастамасы деп ұяны бұзбауды, киесі бар деп жануарларды ұрмауды дәріптеп өсірген бабаларымыздың үлгі-өнегесін біздер де жалғастыруымыз керек. Сәлеметсіңдер ме? Мен Эко-әлем журналының жас тілшісімін. Мен қоршаған ортаның тыныс тіршілігі туралы ақпарат жинауға келдім. Мен қателеспесем, сендер жас табиғат қорғаушылары боларсыңдар. Я, дәл солай. Жақсы болды ғой. Ендеше неден бастасақ екен? Көмектесіңдер, көмектесіңдер. Бұл кімнің дауысы? Бізден көмек сұрай ма? Көмектесіңдерші. Ақбөкен, жаралысың ғой. Кім сені жаралаған? Мені жаралаған қаскөй адамдар. Мамырда құралайын егіздеткен, шілдеде ерке тайын семіздеткен, қапыда жараланған Ақбөкенім, қай жауыздың өзіңе дәті жеткен. Бұл кім тағы? Кім тағы деймісің? Мен барлық тіршілік иесін бауырыма басқан қарт жер аналарыңмын. Құдіреті күшті Алланың қалауымен адам деп ерекше атты беріп, бар жандылардың ішіндегі ақыл, санасын артық жаратқан адамдардың жасағанын қарамайсыңдар ма? Қиналдың ау, Ақбөкенім. Аманбысың, аруанам, асылым. Екі-әлемдегі ғашығым, шерсің ғой, жәннат мен үшін, жолыңа құрбан асығым. Мекендеткен бауырын, даусыңды естіп тасыдым, көзіңнің жасын көл қылып, мен үшін мұнша жасыдың. Ұрпағың тосса, амал не, болмаса дағы жазығым. Таң болдым, Ақбөкенім талғамыңа, қарамай аяғының сынғанына, шүкір еттің қалың мұнша бола тұрып, тағдырдың талайына салғанына. Алланың қаһарынан қорыққан жан, сөзімнің ой жүгіртсін қалғанына. Қорықпай қолын соқса сұғанақтар, бас кешсін дүниенің жалғанында. Ау, адамдар, естідіңдер ме мұны айтқандарды? Даланың мынандай сұлу жануарын қалай ғана көздерін қиып жараладыңдар? Адам деген атымызға кір келтіретіндей не деген жауыздық бұл? Сендердің осындай жауыздықтарың үшін менің де өзегім өртеніп барады. Адамдар, неге қатыгез боп барасыңдар? Ең даламның еркесі, Ақбөкенім, кешірші бізді. Жер ана, арамыздағы табиғатты бүлдіріп, зиян келтіретіндер үшін біздер де ұяламыз. Кешірім сұраймыз. Мен осы кезге дейін бар мейірімімді төгіп,
адамзатты кешіріп келемін. Қойнауымдағы барымды барымталап бітті. Менің қайғыма көңіл бөлетіндер азайған қазір. Менің сөзімді ұғатын кім бар? Жер ана, біз табиғат қорғаушысы, жас экологтармыз. Мына Ақбөкенді бізге тапсырыңыз. Біз емдеп, жазылғанша қараймыз. Жазылған соң мекеніне жібереміз. Жарайды балаларым. Менде азып, тозып, әл дәрменім қалмады. Өздеріңе сеніп, мына жануарды тапсырудан басқа шарам жоқ. Жүр Ақбөкен, жүре ғой. Абайлаңдар, сәл ақырын жүрейік. Сахараға сән болған Ақбөкенім, құтпен кие дарыған Ақбөкенім, өсіп өнсін нәсілің сайын түзден тап мекен. Басқа орнасын бақ мекем, қу медиен түздерге арастарат Ақбөкен. Міне қызық, Ақбөкенді жаралаған адамдар, емдеп жазамыз деп алып кеткен де адамдар. Маған жазатын материал дайын. Жарайсыңдар жас экологтар деген мақаламды күтіңіздер. Жайын көріп жануардың жай таппастан келемін. Жер ананың зар мұңына көз жасымды төгемін. Одан көріп, ақыры бұдан көріп, таласқаннан не таппақ құлан керек. Жоғалтқанды жоқтаған жөн болған мен, жоғалтпаған жақсырақ одан көрі. Уа, адамдар, жоятын тағы нең бар? Абай болшы, абайла, абайлаңдар. Парағыма ендіріп аспан жерді, өкініштен өртеніп ағырмаңдар. Уа, адамдар, санамызды оятайық. Қызыл кітапқа енген даланың ажары Ақбөкендердің саны азайып барады. Құстар мен жануарларды қырып жоюдасыңдар. Өсімдіктерді де азайтып біттіңдер. Жерің анау шаршап, жүдеп тозған. Тауды да қопарып, суды да ластап біттіңдер. Адамдар, тау мен тасымызды, жер мен суымызды, аспан мен ауамызды да таппай қалмайық бір күні. Қызыл кітаптың да парақтары қалыңдап, бізге деген өкпесі ауыр. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында жер қадірін жалаң ұранмен өлшемей, көкжалауға от жақпай, көбей тұзды лайламай, әр тоқымдай жерді көздің қарашығындай сақтауға үндеді. Бұл біздің президентіміздің жас буынға, яғни бізге барды бағалауымызға, қуатты елдің иесі болуға сенім артып отырғаны. Олай болса, бізде баршаңызды барды бағалай білуге шақыра отырып, тәуелсіз еліміздің табиғатын таза ұстауға, қорғауға және сақтай білуге уәде етеміз.